Сенің істеріңді өзіңнің айналаңдағы адамдар қалай бағалайтынын ойлан. Өзіңе жағымды нәрселердің бәрі басқаларға ұнай бермейді. Мені жетістігіме бола құрметтемеңдер. Құлаған жерімнен қайта тұра алғаным үшін бағалаңдар. Бағалай білмегенге бақ қонбайды, қуана білмегенге құт қонбайды. Сізден өздер сұрамайынша ешкімге ақыл айтпаңыз. Тағдырдың ең үлкен сыйы жаныңда сенің барыңа шүкір дейтін адамның болуы. Мен туралы көптің не ойлайтыны маңызды емес. Маңыздысы Алла разы болса болды. Өзіңді жаман сезінген жерге ешқашан қайта оралма. Бір рет көмектесуден бас тартқан адамнан қайта көмек сұрама. Бір рет саған қиянат жасаған адамды қайта жаныңа жолатпа. Жақсы адамды кезіктіріп қалсаңыз, одан өзіңізді бір саты төмен ұстап мәміле қылыңыз. Ал ақымақтарға сенікі дұрыс дей салыңыз. Кішіпейіл және қарапайым бол, бірақ өзіңді кемтар дәрежеге түсірме. Ақылды болсаң, отбасыңда өзіңді баладай ұста, ал өзгелер арасында үлкен адам екеніңді көрсет. Бүгін ешкім істегісі келмеген іспен айналыссаң, ертең ешкім қол жеткізбеген жағдайда өмір сүресің. Уақыт өткен сайын көргенде шын қуанатын адамдардың қатары сирейіп бара жатқанын байқаймыз. Біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзімен алыс өлгенше. Балаң не айтса, соны істей берме. Тым қатты ойға беріліп, қайғыға бата бермеңіз. Алланың берген нығметтеріне қуана біліңіз, сонда тыныш әрі жақсы өмір сүресіз. Өзгелерге бақыт тілеп, жақсылық ойлаған сайын өз өмірімізде жақсара түседі. Жақсылық та тілден, жамандық та тілден. Тіршілікте құрыштай бол төзімді, сан мәрте ел алдаса да өзіңді. Тағдырыңды еш уақытта жазғырма, кезде дағы әзәзілдер азғырған. Біреуді сынамас бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүріп көріңіз. Оның көз жасын сезініп, құлаған жеріне сіз де құлап көріңіз. Тек осыдан кейін ғана қаласаңыз оны сынауға болады. Тегі жаманды тең көрме, төріңе шығады. Тілеуі жаманды ес көрме, төбеңе шығады. Шығыстан соққан жел сияқты өз ұстанымын ұстанғанға шынайы құрметте келеді. Басқалар сені бағалауы үшін өзіңді құрметтеуден және бағалаудан баста. Әлемнің қараңғы түкпірлерін жарықтандыратын шам болыңыз, сонда сіз өзіңіздің нұрыңызды сезінетіндердің барлығына құнды боласыз. Алтын алма, алғыс ал. Алғыс алтын емес пе? Еңкейгенге еңкей, ол әкеңнің құлы емес. Шалқайғанға шалқай, ол Құдайдың ұлы емес. Өмірге еш өкпем жоқ, ешкімге есем кеткен жоқ. Жетпесем мен біреуге, біреулер маған жеткен жоқ. Дүниеде бір нәрсені ұмытпа, біреудің саған жасаған жақсылығын. Дүниеде бір нәрсені ұмыт, біреуге жасаған жақсылығыңды. Өзін тапқан адам ғана өзгенің пікірінен арыла алады. Саған ашумен дауыс көтерген адамға сен дауыс көтермей ақ қой, сонда өзіңді де, оны да үлкен бәледен құтқарасың. Лұқман хәкімге, сен қалай мұндай даналыққа қол жеткіздің, деп сұрақ қойыпты. Сонда ол,
үнсіздік сақтап, маған қатысы жоқ нәрсеге араласқан жоқпын, депті. Өмір баспалдақ тәрізді. Биікке шығарда жолыңызда кездескен адамдармен сәлеміңіз түзу болсын. Сонда баспалдақтан қайта түсер жолыңызда өздері сізге қолдарын созатын болады. Құрметті көрермен, ана тілді арнамыздың дамуын қолдай отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.